Оқушыларымыздың дамуына өз үлестеріңізді артығымен қосып жүрген ұстаздарсыздар. Бүгінгі сабағымызда инновациялық әдіс тәсілдер арқылы қазақ тілі мен әдебиеті, жалпы бұл жерде гуманитарлық пәннен білім алушылардың, яғни оқушылардың сауаттылығын арттыру бүгінгі сабағымыздың тақырыбымыз. Өйткені мына қолдарына, оқушының қолына мақал-мәтел берсек, олар қай топқа бару керек екенін өздері тұжырымдама жасайды да. Мысалы, қазір жасадыңыздар бұл тұжырым, сол сияқты өздері тұжырымдама жасап, өз топтарына әрқайсысы барып отырады. Бұның өзі бір үлкен бір әдіс тәсіл оқушыларға. Енді әрі қарай. Бүгін сабағымызда сіздерге сұрақ, үш топқа бөлек-бөлек сұрақ. Сауаттылық дегеніміз не? Сіздерге сауаттылық дегеніміз не? Сіздерге мектебімнің жолы естелікке толы, өмірімнің үлкен өткелі, оқулық пен дәптер оқып жүрген сәттер, көңілімнің көркем көктемі. Біріншіден, сіздер тапсырманы орындайсыздар, кестені мәтіндегі басты тірек сөз табыңыздар деген бойынша. Енді мына бір, екі белгілеп, мына жасаңыздар болады, сіздерге түсініктірек. Мына жазып, кейін қорғай саласылар ма? Жарайды. Ал біз сол тақырып бойынша 5 тест сұрақ жасыруымыз керек еді. Бірінші біз даналықтың қайнар көзі не? Бұл жерде дұрыс жауапты адамды тану деп алдық. Жақсы. Арқаң менің мектебім киелі, қастерлі мекенім, өзіңмен биікке жетемін. Қоңыраудың үні жүрегіме жылы, ойласам қуанып кетемін. Жайсан жандар күлең береке деп білем, мектебімде жүрген әр күні. Мектебім киелі, мекенім, өзіңмен биікке жетемін. Қоңыраудың үні жүрегіме жылы, ойласам қуанып кетемін. Жайсан жандар күлең мереке деп білем, мектебімде жүрген әр күні. Көңілі сай көлге шақырамыз төрге, ұстаз деген жанның барлығын. Мерекелі күнің құттықтайды бүгін, жүрегіңнен арнап ән жырын. Жайсан жандар күлең мереке деп білем, мектебімде жүрген әр күні. Сіз кейде жүрсем, менің көңілді күйде күлімдей. Жақсы.